Құрметті Жайық алаңы өлкетанымдық онлайн байқауына қатысушылар және қазылар алқасы. Мен Есентай Ақтілек сіздерге ауылымдағы тарихи мекен башня, яғни су мұнарасы жайлы айтып бергім келеді. Батыс Қазақстан облысы Бөкейорда ауданы Сайхан ауылындағы су мұнарасы 1904 жылы салынған. Ол Рязань Орал теміржолының құрылысы кезінде бұл локомотивтерді сумен қамтамасыз ету үшін тұрғызылған. Мұнара 20 ғасырдың басындағы индустриалды стильде қызыл кірпіштен салынған. Берік кірпішінің арқасында ғимарат бүгінгі күнге дейін жақсы сақталған. Бүгінде бұл мұнара Сайхан ауылындағы ең көне құрылыстардың бірі. Ол тарихи және мәдени ескерткіш ретінде мемлекет қорғауында. Қазіргі уақытта мұнара техникалық мақсатта қолданылмаса да, ауылымыздың маңызды сәулет ескерткіші әрі тарихымыздың символы болып қала береді. Ерім дейтін ел болмаса, елім дейтін ер қайдан шықсын. Сондықтан туған жеріміздің тарихын білу әрі оқушының парызы.